Оқиға теңіздің қақ ортасындағы оқшау аралдағы маякта жалғыз өзі өмір сүретін Майкл Мейсон есімді адамнан басталады. Бір күні аралға қайықпен бір қыз бен оның әкесі келеді. Қыздың аты Джесси. Ол Мейсонның есігіне жалғыз өзі барып, оған азық-түлік қалдырып кетеді. Тіпті сыйлықты әкелген еді. Мейсон оны алыстан бақылап тұрды. Қыз кеткен соң, ол қалдырылған заттарды тексерді. Бірақ сыйлықты сол күй алмады. Мейсонның жалғыз серігі ит еді. Ол күндерін жалғыз өзі шахмат ойнап өткізетін. Келесі жолы Джесси азық-түлік әкелгенде, оларды жай ғана қалдырып кетпей, есікті қақты. Мейсон оған, енді бұл жаққа келме дейді. Джесси сыйлықты көтеріп, көп адам болса рахмет айтар еді дейді. Ол өзімен ағасы оған әр апта сайын азық-түлік әкелетінін, бірақ Мейсон ешқашан оларды қарсы алуға да шықпайтынын айтады. Мейсон есікті тарс жауып жіберді. Джесси сыйлықты сол жерге қалдырып кетіп болады. Алайда ауа райы күрт өзгеріп, дауыл басталады. Джесси кішкентай қайығымен ағасына жетпек болды, бірақ қатты толқындар оның да ағасында қайығын аударып тастайды. Мейсон дауылды көріп суға қарай жүгіреді. Ол өз қайығын суға түсіріп, Джессиді іздеуге шығады. Қыздың аяғы су астындағы торға оралып қалған екен. Мейсон суға сүңгіп, оны құтқарады. Бірақ ағасы суға батып кеткен еді. Ол Джессиді қайыққа жатқызып, өкпесіндегі суды шығарып, дем алдырды. Қыз есін жиғанда ағасын сұрайды. Мейсон оның қайтыс болғанын айтады. Джесси сілейіп тұрып қалды да, кейін еңіреп жылайды. Келесі күні таңертең Мейсон Джессидің аяғындағы таңғышты шешеді. Қыз одан неге ешкімге хабарласпаған сұрайды. Біздің осында екенімізді тағы кім білет деп ол дауыстап дірілдеп сұрайды. Мені кері апару керек деп жалынады. Ол маяктың бірнеше жылдан бері жұмыс істемейтін білмейтін. Отбасы мені іздеп жатыр дейді. Мейсон, сенің отбасың жоқ. Ағаң сенің жалғыз туысың дейді. Мейсон сыртқа шыққанда Джесси орнынан тұрып, үйді аралай бастайды. Бір жәшіктен пышақ тауып, оны жастығының астына жасырып қояды. Сол түні оны қорқынышты түстер мазалайды. Мейсон оның айқайын естіп, халін білуге келеді. Джесси пышақты оған кезейді. Мейсон сабырмен, сен қорқып тұрсың, әрі жаның ауырып жатыр дейді. Сосын пышақты қалай дұрыс ұстау керектігін көрсетіп, бас бармағын сабына тіреу керегін түсіндіреді. Қыздың тобығы әлі де қатты ісіп тұрған еді. Келесі күні таңертең Мейсон Джессиді көтеріп жуынатын бөлмеге апарады. Біртіндеп Джесси Мейсонның итімен жақындаса бастайды. Сұрағанда, Мейсон өзі мен Джессидің ағасы бір кезде корольдік теңіз жаяу әскерінде бірге қызмет еткен айтады. Қыз оның атын сұрайды, бірақ ол айтпайды. Итінің де аты жоқ екен. Сондықтан Джесси оны Джефф деп атайды. Ол Мейсонмен шахмат ойнай бастайды. Біраз уақыттан соң Мейсон қыздың тобығы іріндеп кеткен байқап, ауруханаға бара алмайтындарын түсіндіреді. Ол дәрі-дәрмек алу үшін аралдан материкке кетеді. Ол жақта Джесси оның суреттерін қарап шықты. Бір жәшіктің ішінде Мейсон оның сыйлығын сақтап қойған көреді. Осы кезде Лондондағы Уайтхоллда қоғамдық тергеу өтіп жатыр. М16 серверлеріне жасалған кейбір шабуылдаудан кейін қызметтің британ азаматтарының жеке деректерін жинап, ТЭА деп аталатын кең ауқымды бақылау жүйесін құрғаны әшкереленеді. М16 басшысы Манифорд ТЭА іске қосылғалы бері бұрын соңды болмаған деңгейде қауіптердің алдын алғандарын айтады. Алайда деректердің жария болуы салдарынан премьер-министр мен Манифорд тергеуге ілікті. Жоба жабылатын болды. Премьер-министр кінәні біреуге артып, өзі жауапкершіліктен құтылғысы келді. Ол Манифордты қызметінен алып, құпия көлеңкелі лауазым береді. Ал уақытша басшылыққа Роберто Фрос тағайындалады. Дәл осы уақытта Мейсонның бейнесі бір қыздардың тікелей эфиріне көрініп қалады. М16 оны Алжирдегі Ұлыбритания елшілігін жарды деген айыппен іздеуде жүрген аса қауіпті нысана ретінде анықтайды. Роберто ең жақын шабуыл тобын оның соңынан жіберді. Аралға оралсақ, Мейсон Джессиге қаладан киім алып келген еді. Киімдер сәл үлкендеу болса да қызғалмайды. Екеуі кешкі асқа отырғанда кенеттен Джек мазасыздана бастайды. Мейсон сыртқа шығып, су жақтан жақындап келе жатқан қайықты көрді. Джесси не болып жатқан сұрайды. Мейсон оған жуынатын бөлмеге тығуды бұйратта, өзі сыртқа шығады. Шабуыл тобы аралға жеткен еді. Мейсон алдын ала тұзақтар орнатып қойған. Ол оларды іске қосып, бір сарбазды торға түсіріп, суға лақтырды. Айналадағы шамдарды жақты. Үй ішінде Джесси оқ дауысын естиді. Мейсон арнайы жасақты біртіндеп жойып жатты.
Бірақ бір сарбаз үйге кіріп кетеді. Джек оған тап берді. Алайда сарбаз итті атып тастайды. Ол Джессиді тауып сыртқа сүйреп шығады. Мейсон қалғандарын жойып, соңғы сарбаздың қызбен қашып бара жатқанын көреді. Ол оны атып түсіріп, Джессиді құтқарады. Джесси бұл адамдардың кім екенін сұрайды. Мейсон: «Сен осында күте тұр, мен қазір қайтып келем» дейді. Үйге кіргенде иті өлген көреді. Ол телефон шығарып, біреуге қоңырау шалады. «Мен ережеден шықтым, жанымда жүк бар» дейді. Содан кейін Джессиді қайыққа отырғызып, аралды тастап кетеді. Роберто таңғалды. Бір адам оның бүкіл шабуыл тобының жалғыз өзі жойып жіберген. Ол жұмысшы деген атпен белгілі бірінші деңгейлі агенттің іске қосып, Мейсонның соңынан жібереді. Мейсон мен Джесси жағалауға жетті. Мейсон жараланып, қансырап тұрған еді. Олар үйлер шоғырына қарай бет алды. Мейсон бір үйге кіріп, көлік кілтін ұрламақ болады. Ол Джессиге тапаншасын ұстатады. Джесси бұған дейін тек ағасымен бірге пневматиялық мылтықпен тиын атқан еді. Мейсон үйге кіріп кілт іздей бастайды. Бірақ үйдегі кішкентай бала оны байқап қалады. Баланың әкесі жүгіріп келіп, Мейсонға шолақ мылтық кезейді. Сол сәтте Джесси оның артына келіп, «Ол жараланған, көмектесе аласыз ба?» дейді. Осы уақытта М16-та шындық ашыла бастайды. Мейсон елшілікті жарған террорист емес еді. Т жүйесінің коды өзгертіліп, оның шынайы тұлғасы жасырылған және әдейі сол террорист ретінде белгіленген. Шын мәнінде Мейсон 10 жыл бұрын қызмет барысында қаза тапты деп тіркеген өз агенттерінің бірі болатын. Ол туралы еш жерде миссия есебі жоқ еді. Сол мезетте олар Шотландиядағы бір фермада жасалған 911 қоңырауын ұстап алды. Сипаттама Мейсон мен Джессиге дәл келетін. Ал Манифорд Т жүйесінің Мейсон суретін көргенде қатты абдырап қалды. Роберто тобына Мейсонды тірідей ұстап, жауап алғысы келетін айтады. Бірақ Манифорд әлдеқашан жұмысшы деп аталатын агентке хабарласқан еді. Ол операция енді Black Kite санатына жататынын және тек өзіне ғана бағынатынын айтады. Бұйрық қарапайым, нысанады да қызды да сол жерде жою. Фермада үй иесі Мейсонның жарасын тігіп береді. Мейсон оған көлігінде керек екенін сұрайды. Сосын «Ұлың қайда?» деп сұрайды. Сол сәтте бәрін түсінді. Бала полиция шақырған еді. Сыртта полиция көліктері келіп тұрды. М16 жергілікті полицияға қақтығысқа түспеу туралы бұйрық жіберді. Бірақ үй иесі сыртқа шыққан бойда атып өлтірілді. Жұмысшы полиция көліктеріне оқ жаудырады. Мейсон полициямен шайқаса отырып, ешқайсысын өлтірмейді. Тек бұрыш спрейі мен электрошокер қолданды. Роберто олардың агенті байланыстан шығып кеткенін, барлық байланыс құрылғыларын өшіргенін анықтайды. Мейсон полиция көлігімен қашып кетті. Жұмысшы өз көлігімен артына түседі. Ол Мейсонның көлігіне соғылып, оқ ата бастайды. Джесси артқы орындықта тығылып жатыр. Қуғын сүргіннен кейін Мейсон қарсыласының көлігінің артына келіп, қатты соққы жасап, оны аударып жібереді. Олар біраз алға ұзап, көліктерін ауыстырады. Жараланған жұмысшы жолмен төмен түсіп, бір полиция қызметкерін атып өлтіріп, азаматты көлікті ұрлап кетеді. Осы кезде Роберто Манифордқа қоңырау шалып, Майкл Мейсон туралы сұрайды. Манифорд көп жыл бұрын олар Black Kite деп аталатын құпия элиталық бағдарламаны жүргізген айтады. Мейсон алғашқылардың бірі болған. Ол ерекше қабілетті еді. Бірақ бір шетелдік барлау офицерін жою тапсырмасын алған кезде нысананы өлтірмей есепті бұрмалап жоғалып кеткен. Оған бар күшіңді салуың керек, Роберто, дейді Манифорд. Түсіндім, сэр, деп қалады. Алайда кейін Роберто шындықты анықтайды. Мейсон Иранның ядролық бағдарламасы туралы барлық ақпаратты берген ғалымды елден шығарып жіберуге көмектескен. Бірақ кейін ғалымды жауапкершілікті мойындамау үшін өлтірілу бұйырылған. Мейсон бас тартқан. Манифорд Робертоны бейнебақылау камерасы арқылы бақылап отыр. Мейсон мен Джесси көшелермен жүріп барлық камералардан қашуға тырысады. Бірақ бір көлік камерасына түсіп қалды. Манифорд суретті дереу Т жүйесінен өшіріп, олардың орнын жұмысшыға жібереді. Екеуі шіркеуге жетіп, Артур есімді адаммен кездеседі. Артур Джессиге қарап, оның жүгі кем түсінді. Үшеуі Артурдың үйіне барады. Мейсон Джессиді бөлек бөлмеге жіберіп, Артурмен оңаша сөйлеседі. Оған қашып кетудің жолы керек. Ол тек кездейсоқ тап болған бала, дейді Мейсон. Осы кезде Джесси дәрі-дәрмектерді байқап қалады. Артур бұрын Т жүйесін жасауға көмектескен екен. Сондай-ақ Мейсонды жерлеген де сол. Ол Мейсонның жеке басын мұнай жұмысшы ретінде өзгерткен. Бірақ біреу оның профилін жоғары деңгейлі террористің деректерімен ауыстырып, ведомстволық жою бұйрығын тіркеген. Мейсон мұның артында Манифорд тұрған түсінді. Себебі ол өзіне ең маңызды болған жалғыз ережені бұзған еді. Джесси жасырын тыңдап тұрды.
Мен тек Джессиді қауіпсіз жерде қалдырғым келеді дейді. Оны осында ұстай аласың ба деп Мейсон өтінеді. Сонда Артур жоқ дейді. Неге екенін Джесси өз айтады. Артурда қатерлі ісік бар еді. Анасы қайтыс болар алдында да дәл осындай дәрілер ішкен екен. Джесси Мейсонның өзінің қасында қалдырғысы келмейтініне ренжиді. Мейсон Артурдың 1 жылдан ғана өмір қалған біледі. Артур көмектескісі келгенімен шамасы келмейтін айтады. Қималға барсамшы дейді Мейсон. Бұл есімді естігенде Артур бірден қарсы болады. Болмайды, ол қатыгез адам саудагері, ал сенің артында М16 жоқ енді дейді. Оны өзім шешем дейді Мейсон. Кетер кезде сырттан дыбыс естіледі. Мейсон Джессиді итеріп жіберіп, темір таяқ алады. Есікке оқтар тиеді. Жұмысшы оларды тапқан еді. 2 элиталық агент қоян қолтық айқасқа түсті. Екеуі де тең қарсылас еді. Жұмысшы басымды ала бастағанда Джесси таманшамен келеді. Бірақ ол қаруды тартып алды. Сол бір сәтті пайдаланып, Мейсон Джессиді ұстап қашып шықты. Олар Артурмен бірге көлікке отырып зымырап кетеді. Артта қалған жұмысшы оларға қарай оқ атады. Манифорд тағы бір сәтсіздік туралы хабар алады. Бұл жолы ол толыққанды топ жасақтайды. Артур Мейсон мен Джессимен қоштасады. Сол адамды өлтіргеніңді қалар едім дейді Джесси. Ол өзінің Мейсонға ұқсап бара жатқандай сезінеді. Сонда Мейсон, жоқ, сен маған мүлде ұқсамайсың дейді. Бүгіннен кейін мұның бәрін ұмыт, жаңа өмір бастайсың дейді. Бірақ Джесси жалғыз қалыс келмейді. Ол Мейсонмен бірге қалыс келеді. Мейсон Джессиді қасында ұстай алмайтын түсінеді. Оның қорғаудың жалғыз жолы мұның бәрін ұйымдастырған адамдарды тоқтату еді. Ал екінші жақта Роберта ТЭА жүйесіне М16-тан тыс жерден жасалған белгісіз кіруді анықтайды. Осы вақытта Мейсон бір клубқа кірді. Ол әдейі камераларға жүзін көрсетеді. Күзетшілерді ұрып соғып, мені Кималға апарыңдар дейді. Манифорд тағы да Мейсонның суретін жүйеден өшіруге тырысты. Бірақ бұл жолы қолынан келмейді. Роберта рұқсатсыз кіру Манифордқа тиесілі екенін растайды. Клуб ішінде Мейсонды Кималға алып келді. Қызды елден жаңа тұлғамен шығарып жіберудің жолы керек дейді Мейсон. Кимал бас тартады. Ол енді Мейсоннан да оның байланыстарында да қорықпайтын. Оның үстінде Манифорд ресми түрде қызметтен еткен. Сондықтан одан қауіп жоқ деп санайды. Мейсон оған Манифордтың кетпегенін айтады. Енді ол еш шектеусіз бұрынғыдан да қауіпті. Мейсон түсіндіреді. Мен мына есіктен кірген сәтте сырттағы камера мені таныды. 25 миль радиустағы барлық М16 агенттері іске қосылды. Ең көбі 10 минут уақытың бар. Қызды шығарып жібер. Ал мен жыланың басын кесемін. Барлық құпиямыз сонымен бірге көміледі дейді. Джесси тағы да Мейсонның бірге жүруін өтінеді. Ол Мейсон бұл іске қайта оралмайтынын біле тұра бара жатқан сезді. Себебі оның өмір сүрер ештеңесі жоқ деп ойлайды. Маған өлмеймін деп уәде бер дейді Джесси. Мейсон ондай уәде бере алмайды. Робертаның бұйрығы анық еді. Мейсон да Джесси де тірде керек. Ешкім оқ атпауы тиіс. Бірақ Манифордтың адамдары клубқа оның тобынан бұрын жететін еді. Кимал Джессиді 20 мың евромен Испанияға жіберуге келісті. Қайық 30 минуттан кейін жүру тиіс болатын. Алайда оған дейін Манифордтың адамдары клубқа басып кіреді. Роберта оларды көріп бірден Манифордтың адамдары екенін таниды. Мейсон да бақылап қалды. Ол бір команданы құлатып қаруын тартып алады. Сынған шарапқа бокалын алып, екіншісінің мойнына сұғып жібереді. Бір команда оқ жаудырды, бейбіт тұрғындар да оқ астында қалды. Екі команда Мейсонды басып алады. Клуб іші дүрбелеңге айналады. Сол сәтте біреуі Джессиді ұстап алып кетеді. Мейсон Артурға қоңырау шалды. Артур ТЭА жүйесі арқылы Джессидің орнын анықтап, Мейсонға жібереді. Джессиді қара фургонға тастайды. Мейсон оған жетуге асығады. Бірақ Робертаның тобы алдымен келді. Ол олармен де шайқасады. Әрқайсысын жұдырықпен айламен жеңіп, ақыры Джессиге жетеді. Ол қызды қайыққа жеткізіп, бәрі жақсы болады дейді. Бірақ Джесси онсыз кеткісі келмейді. Мен сені құтқаруым керек. Мен сенсіз кетпеймін дейді. Мейсон оның көзіне қарап, сен мені әлдеқашан құтқардың дейді. Сосын оны қайыққа итеріп мінгізіп, жіберіп салады. Осы кезде жұмысшы келіп жетті. Екі ер адам тағы да айқасады. Қатты соққыларымен тең дәрежеде шайқасты. Ақыры Мейсон жұмысшыны өлтіреді. Келесі көрініс Манифорд. Ол терезеден қарап сыртта жатқан өлі сарбаздарын көреді. Мейсон оған жеткен еді. Сен менің ең қымбат әрі ең мықты қаруым едің, бірақ сен ар ұятыңды миссиядан жоғары қойдың дейді Манифорд. Мейсон сонда жауап береді. Мен соқыр бағынудан гөрі адамгершілікті жоғары қойдым дейді. Манифорд оған командасына қайта қосылуға мүмкіндік ұсынды. Енді оның билігі бұрынғыдан да зор еді. Бірақ Мейсон бәрін сол жерде тоқтатады. Манифордты өлтіреді. Оқиға Испанияға ауысады. Джесси кітап оқып отыр еді. М16 оны алыстан бақылап жүр. Мейсон бір күні оны көруге шығады деп сенді. Және ол шынымен шықты.
Бір күні Джесси пошта арқылы ішінде шахмат тасы бар сәлемдеме алады. Ол жымиып, оның кімнен келгенін бірден түсінеді. Осылайша оқиға аяқталады.